Мұқағали туралы естеліктер. Мұқағали Мақатаев біздің замандағы ғажайып ақындардың бірі. Мақатаев атты алып ақындық жарқын жүзіне миллион адам миллион түрлі пікір пайымдаса да, ешбір кіреуке, көлеңке түспей, келешекке қарай керуен түзеп көше бермек. Әбділда Тәжібаев. Арамыздан тым ерте кеткен тамаша ақынымыз Мұқағали Мақатаевтың алғашқы қадамында ақ оның аяқ алысынан айрықша талант иесі екенін аңғаруға болатын еді. Мұхамеджан Қаратаев. Мұқағали мұрасы сұлулық үлгісі біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес. Мұқағали мұрасы, маржан поэзиясы болашақ ұрпақтардың да еншісі, қастерлеп қадірлейтін қазынасы. Зейнолла Серікқалиев. Мұқағали Мақатаев адамдар арасындағы, өмірдегі, табиғаттағы жарастық пен келісімнің жыршысы. Оның өлеңдері шын тебіреністен, шын шабыттан, шын күйзеліс пен шын қуаныштан, шын сағыныштан туған. Әбіш Кекілбаев. Әдебиетті салынып жатқан ғаламат бір ғимарат, көк тіреген күмбез, сұлулық сарайы деп есептесек, сен соның талантты тасқалаушыларының бірі едің. Қадыр Мырза Әли. Қазақ жырының аспанындағы азғана жұлдыздардың арасынан сенің жұлдызыңды біз оңай танушы едік. Сенің жұлдызың ең шұғылалы, ең мейірімді жұлдыз. Тұманбай Молдағалиев.